Медина қаласының сыртында бір үлкен базар бар еді. Сол базардың ішінде ұдайы қайыр тілеп отыратын бір соқыр иудей бар болатын. Ол соқыр иудей ол базардың ішінде тек қана қайыр сұрап отырмайды. Сол жерде отырып, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға арналған жаман сөздерін арнап отыратын. Анау Мұхаммед деген шықты, сендер оған сенбеңдер, оның маңына жоламаңдар. Ол барып тұрған өтірікші, жалғаншы, барлығымыздың табынып жүрген құдайларымызды бір құдайға айналдырмақшы болып жүрген сиқыршы деген сөздермен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға тіл тигізіп, адамдарды содан алшақтатуға іс қылып отыратын еді. Бұл сөз пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның құлағына жетеді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам ешқандай реніш білдірмейді. Ешқандай бойында кек, ыза байқалмайды. Дереу үйіне барады. Үйіне барады да өзінің жұбайына Айша анамызға айтады: "Ей Айша, бір дәмділеп тамақ жасап берші, мен бір мейманға алып барайын" дейді. Сөйтіп дәмділеп жасаған тамағын алып жаңағы қаланың сыртындағы базарға қарай бет алады. Сөйтіп барса, әлгі соқыр иудей сол сөздерін айтып отыр екен: "Мұхаммедке жоламаңдар, ол барып тұрған жалғаншы, сиқыршы" деген сыңай танытқан. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам қасына жақындап келіп, әлгі адамға сәлемдесіп, "Сізді тамақтандырсам бола ма?" деп оны тамақтандыра бастайды. Сол кезде ол адам пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның берген тамақтарын сүйсіне жейді. "Сен кімсің?" дейді. "Мен саған жай тамақ әкелген біреумін ғой" деген сөздермен пайғамбарымыз кері бұрылады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам осы ісін өмір тіршілігінен өтіп кеткен күнге дейін жалғастырған екен. Сөйтіп арада қанша күндер өтеді, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам өмірден өтеді. Бір күні Абу Бакр радиаллаху анху Алланың елшісін сағынып қызының үйіне келеді. Оның қызы Айша анамыз еді. "Ей Айша, қызым, сен маған пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның мен істемей жүрген бір сүннетін айтшы. Мен сол нәрсені істеп, пайғамбарға деген сағынышымды басайын" дейді. Сонда Айша анамыз айтады: "Кетайым, ей пайғамбардың халифа, сіз істемеген пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның сүннеті бар ма? Сіз Алланың елшісінің әр сүннетін істеп жүрсіз ғой. Бірақ мен сізге бір нәрсе айтайын. Сіз білмейтін пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның бір сүннетін айтайын" дейді. "Ол қандай? Айтшы, я қызым." Сол кезде Айша анамыз айтады: "Медина қаласының сыртында қайыр тілеп отыратын базардағы соқыр иудейді білесіз ба?" "Иә, ол пайғамбарымызды балағаттап отыратын еді ғой. Алланың елшісі өлілгенше сол соқыр иудейді тамақтандырып өтті" дейді. Абу Бакр радиаллаху анху бұл сөздерді ести салысымен дереу үйіне барып, тәтті жұмсақ тағамдарын жасап, әлгі қайыршы соқыр иудейдің қасына жақындайды. Сөйтеді де оған сәлем беріп, оны тамақтандыра бастайды. Сол кезде әлгі қайыршы одан сұрайды: "Сен кімсің?" Абу Бакр радиаллаху анху: "Мен сол адаммын, сені ұдайы тамақтандырып жүрген. Бірақ арада қаншама үзік болған. Ол өзінің тамақтандырушысын тағынып отқан, жүрегі елеңдеп отырған кез еді. Сол кезде ол айтады: "Жоқ" дейді, "сен жалған айттың. Сен ол емессің. Неге олай дедің?" деген кезінде соқыр қайыршы айтады: "Себебі ол қашан мені тамақтандырған кезде тамақты менің аузыма салмай тұрып, алақандарына салып, оны менің жеуіме ыңғайластырып үгітетін еді. Сөйтіп барып тамақты менің аузыма салатын. Қашан ол менің жаныма жақындаған кезде, бұл адам менің қасымнан кетпесінші деген
сезім мен болатынмын, ал сенен бұл нәрсенің бірін де көрген жоқпын дейді. Сонда Абу Бакр радиаллаху анху сол жерде көзіне жас алып жылап, рас айттың, мен ол адам емеспін, мен бар болғаны оның бір сахабасы ғана едім дейді. Сол кезде әлгі қайыршы, сахаба дейсің ба? Сонда бұл адам кім еді? Ол пайғамбарлардың соңы, пайғамбарлардың мөрі, Алланың сүйіктісі Мұхаммад, Алланың елшісі, пайғамбар еді ғой дейді. Сол кезде әлгі соқыр иудей таңдана, сонда мен оның тамағын жеп отырып, ол туралы балағат сөздер айтып отырған кезде ол маған бір ретте бұлай жасама деп айтқан жоқ қой, ескерткен жоқ қой деп көзіне жас алып, рас, бұл Алланың хақ пайғамбары, ашхаду ан ла илаха иллаллах ва ашхаду анна Мұхаммадан ғабдуху ва расулух деп иман келтіріп мұсылман болған екен. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның жүрегі осындай мейірімді, осындай жұмсақ болатын. Себебі Алла тағала оның жүрегін мақтап, қасиетті Құран кәрімде айтады: "Я пайғамбарым, расында сенің жүрегің сондай жұмсақ болды. Егер сенің жүрегің қатты болғанында, қасыңда ешкім қалмас еді" дейді.